Сәлем балалар. Бүгін біздің сабақта әліппе 1-ші сынып 23-ші сабақ. Тақырыбымыз не үйрендім, не білдім. Балалар, суретте не көрсетілген? Суретте әкесі мен баласы табиғат аясында, иә? Әкесі балаға қандай сұрақ қойып жатыр? Мынау жер деп айтып жатыр, иә? Баласы қандай жер деп сұрауда? Әкесі біздің туған жеріміз деп жауап беруде. Енді балалар, жер деген сөзді талдайық. Ж дауыссыз дыбыс, Е дауысты дыбыс, Р дауыссыз дыбыс. Екінші тапсырмамызда біздің суреттер берілген. Сол сурет бойынша ең бірінші жүзім, екінші анар, үшінші піл, төртінші ыдыс, бесінші радио, алтыншы алма және жетінші қоян. Бұл жерде барлық сөздердің бірінші әрпін алатын болсақ, жүзім дегендегі жыны, анар дегендегі аны, піл дегендегі п дыбысын, ыдыс дегендегі ы, радиодан р, алмадан а және қоян деген сөзден қ дыбысын алатын болсақ, балалар, жапырақ деген сөз шығады. Жапырақ деген сөзді талдайтын болсақ, ж дауыссыз дыбыс, а дауысты дыбыс, п дауыссыз дыбыс, дауысты дыбыс, р дауыссыз дыбыс, а дауысты дыбыс, қ дауыссыз дыбыс. Балалар, осылай үй тапсырмаларын менімен бірге орындағыларыңыз келсе, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар. Сау болыңыздар, балалар.